Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmet cemaat. Barlık maqtav madaq бүкіл әлемдердің Rabbisi Allah Taalaға лайықты. Allah Taalaдан. Барлық нәрсе Allah Тааланың қалауымен болады. Біздің имамымыз имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің Әл-Фиқһул Акбар кітабында былай деген: Яф'алуллаху ма яша ва яхкуму ма юрид ва яхкуму ма юрид. Мағынасы, Аллахтан қалаған нәрсесін жасайды, қалаған нәрсесін үкім етеді. Қазақта өте керемет мақал бар: ұстаз жақсының ұстанымы жақсы деген. Мен бұл видеомды Шахи Мансур қайырымдылық мекемесінің Қарылар медресесінің директоры, өте көп шәкірттер, имамдар, ұстаздар, қарилар тәрбиелеп, оқытып шығарған ардақты да құрметті ұстазымыз Уалиханұлы Сараухан ұстазымызға арналады. Ұстазымыз Өзбекстанның Андижан қаласындағы Жаламбек медресесін оқып бітірген. Араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы меңгерген. Мен 1994 жылы мектеп бітіргеннен кейін Арыс қаласындағы Салықбаев Әуезхан Хажы атындағы медресеге оқуға түсіп, 1996 жылы сол медресені оқуды бітіріп шықтым. Сөйтіп 1997 жылы Өзбекстанның Андижан қаласындағы Жаламбек медресесіне оқуға бардым. Ол медреседе 3 айдай оқығаннан соң бір себептерге байланысты ұстазымыз өзінің туылған жері Түркістан облысы Төле би ауданындағы Зағамбар ауылындағы Шахи Мансур мешітіне 5-6 шәкірттерін әкеліп оқытты. Сол жерде ұстазымыздың қолында 6 жыл оқыдым. Араб тіліндегі, парсы тіліндегі, шағатай тіліндегі кітаптарды оқытты. Фиқ кітаптарын, ақида кітаптарын. Орта Азия бойынша ата-бабамыз оқып өткен шағатай тіліндегі ибадат исламия кітабын оқытты. 5 парыз, исламдағы 5 парыз қамтыған кітап. Және араб тіліндегі Орта Азия бойынша мәшһүр атақты танымал кітап Мұхтасар Уиқая кітабын оқытты. Тағы да басқа да ақида кітаптарын, өте күшті кітаптарды оқытты бізге ұстазымыз. Араб тілінде, парсы тілінде, татар тілінде, шағатай тілінде кітаптарды оқытты. Өзбек тілінде кітаптар, қазақ тілінде кітаптарды оқытты. Және ұстазымыз өте жақсы кісі еді. Ұстазымыз өте жақсы кісі. Бұл ұстазымыз қазір сол медреседе қазір директор. Ұстазымыз сол медреседе қазір директор. Ұстазымыздың ұлдары Шамсуддин хан қары, Жалалуддин хан қары, Мансур хан қары, 3 ұлдары да қари. Және шәкірттері Санжар ұстаз, Саддам ұстаз, тағы да басқа шәкірттері қазір сол медреседе, ұлдары шәкірттері қазір сол медреседе ұстаз қызмет атқарады. Қазіргі таңда сол медреседе діни басқарма муфтияттың бағдарламасы бойынша, имани жаз бағдарламасы бойынша жазғы күндері, жазғы демалыстарда 100 шақты шәкірттер оқытады. Қыстың күндері 30-40 бала шәкірттер оқиды. Ұстазымыздың әкесі Уалихан Хажы ата сол мешіттің бас имам болған еді. Ол кісі осыдан біраз жыл бұрын, көп жылдар бұрын марқұм болып кетті, қайтыс болып кетті. Аллах Таала рахмат алсын атамызды, Уалихан Хажы атамызды. Ол атамыз өте көркем мінезді, сахи жомарт, өте ілімді, әдепті, діни қиссаларды, уағыздарды өте керемет айтатын, жеткізіп айтып беретін өте жақсы кісі еді. Ұстазымыз осындай, бізді осындай жақсы неге тәрбиеледі, жақсы ілім берді, діни ілім берді, өте көркем әдептер үйретті, өте жақсы нәрселер үйретті, өте жақсы тәрбиеледі ұстазымыз. Ұстазымыздың оқытқан ілімінің берген тәрбиесінің себебімен Құда қаласа біздің ауылымыз, Көксер ауылымызда Аллах Таала нәсіп етсе, Абдул-Жалил атындағы қайырымдылық мекемесі, қарылар, шәкірттер, діни ілім оқытатын
бала оқытатын медресе ашамыз, Құдай қаласа, иншаллаху тағала. Аллах тағала нәсіп етсе. Ұстазымызға мың алғыс. Аллах тағала разы болсын ұстазымызға. Аллах тағала өмір жасын ұзақ қылсын ұстазымыздың. Аллах тағала ұстазымыздың бала шағасының рахатын көруді, екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін ұстазымызға. Аллах тағала ұстазымызды жәннатта пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болуын, көрші болуын нәсіп етсін Аллах тағала ұстазымызға. Ұстазға құрмет, шәкіртке міндет. Міне құрмет жамағат, осы бірінші Аллах тағала разылығы үшін, екінші ұстазымызға деген құрметімді, ұстазымызға деген сондай құрметімді білдіру үшін осы видеомды, сол мақсатта осы видеомды түсірдім. Құрмет жамағат. Құрмет жамағат, осындай міне. Осы видеоны көргендеріңізге баршаларыңызға Аллах разы болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.